Біз енді ол көзіміз шалқал, біз уже соған көзіміз үйреніп қалған сияқты да. Тағы да бір балалар өліп қапты ғой деген. Бұл масқара нәрсе негізі. Қазір қоя тұру керек, бұл одақ туралы интервью айтудың да қазір қажеті болмай қалды шын айтып. Назарбаев сияқты креслоға жабысып отыратын жер ме еді мынау. Дәулеткерейдің осындай түртпекке түсуі қандас болғаны үшін емес пе? Қазақ тілінде жазылған көркем әдебиетте шекара болмайды. Кітап одақсыз да жазылып жатыр, одақсыз да басылып жатыр. Сонда Қазақстан жазушылар одағы не бітіріп отыр? 20 ғасырдан бері қазақ әдебиет болмайтын болса, біз екеуміз қандай тілде сөйлеп отырғанын өзі елестетуге. Сүйікті етші дейтін әнді мен Ақберенге хабарластым, мынау Құдай туралы ән ғой деп. Қайреке бағаның бері сол автормен сөйлесіп тұрсыз ғой десем. 6 секундтық пауза болды кәдімгі. Егер сен миллионер болғың келсе, баспаш дейді. Бірақ ол үшін сен миллиардер болуың керек деп айтады. Арма көрермен, эфирде дүрбі сұхбат алаңы. Бүгін біз Алматыға арнайлап келіп қалдық. Дәл қазіргі Қазақстан жазушылар одағының айналасындағы және Астана филиалына қатысты дау дүркеткеннен кейін біз әуелі Дәулеткерей Кәбұлына хабарластық. Ол кісі сабақтарға байланысты сұхбат бере алмайтынын және осы даудың басында жүрген түрткі болған Қасымхан Бекманов ағамызға да хабарласқан кезде ол кісі де Бішкекке кетіп бара жатқанын айтып тұра қашқандай болды. Бізге келісім берген Ақберен Елгезек мырза, сізге рахмет. Жалпы бұл дау неден туындады? Бұл дау негізі бір күнде басталған шаруа емес. Бұл менің білуімше осы 2024 жылдың ақпан айындағы Қазақстан жазушылар одағының төрағасының өңірлердегі, сосын Астана, Шымкент қалаларындағы филиалдар жабу жөніндегі бір жақты ақылдаспаған ойластырылмаған шешімде жатыр. Бұны бұрын естігенмін, енді мен жазушылар одағынан кетіп қалғаныма 1,5 жылдан асып кетті. Енді мен араластырған да жоқпын. Ол жақтың әңгімесін оқта-текте естимін, бірақ не болып жатқанда көп бөле бермейтін. Менде біз бәрі де енді ақын жазушылар әртүрлі шараларда қосамыз, бас қосып қаламыз, кездесіп қаламыз, телефонмен сөйлесіп қаламыз. Сол кезде айтылып жатқан филиал осылай, филиалдар жауып жатыр өңірлерде. Мөрмен бланктерін қайтарып жатыр. Мөрлермен бланктерін қайтарып жатыр, сондай. Енді әлбетте Дәулеткереймен мен өте жақын араласқаннан кейін ол әңгімені одан да естидім, бірақ мән берген жоқпын енді, жарайды енді. Жаңа басшылық өзі біледі, не істесе деп сөйтіп жүргенбіз. Содан мынандай әңгіме басталып кетті енді аяқ астынан. Мен енді білуімше Мереке Құлкенов, Қасымхан Бегманов, тағы біраз азаматтар Астанаға арнайы барған. Дәулеткерейді орнынан алуға, былайша айтқанда. Қол жинайды. Қол жинағы. Ол жерде Дәулеткерей ол кезде Түркістан қаласында Бақытжан Алдиярдың 50 жылдығын өткізіп жатқан кез, былайша айтқанда жоқ кезде, сыртынан барып, мәтіні түсініксіз бір хат ұйымдастырып, біраз адамдар қол қоя бастаған енді. Оны Дәулеткерей естиді енді. Тыныш жатам әңгіме. Содан жаңағындай ол ұшып келеді деген сияқты кездеседі, андай-мындай енді өздерінің араларында не болған нақты білмеймін, қасында болған жоқпын. Қателесіп қалуы мүмкін. Қысқасы сол жерде мүдделер қақтығысып болады. Ол айтады, филиал жабылмайды, мен осы жерден кетпеймін, мен мына жерде 100-ден астам, 180 ба сондай Астанада тұратын ақын жазушылар маған қарап отыр. Бұл қалай енді өзінен өзі. Деген сияқты енді келіспеу мәселесі басталған, содан кейін әлеуметтік желіге шығып кетті ол әңгіме. Одан кейін тоқтата алмай қалды оны. Сондай әңгіме бұл. Негізі бұл одан бұрын мен естуім бойынша тағы да Мереке Құлкенов Дәулеткерейге ештеңе айтпай, мысалы үшін енді бас офис осы Алматы қаласында осында шақырып сөйлесіп, Дәулеткерей осындай 6 жыл жұмыс істедің, жақсы жұмыс істедің, бірақ басқаларға да мүмкіндік бер, ешкімнің әкесінің қалған орын емес деп айтса, ол да түсінетін жігіт қой. Әкесін өлсе де естіртеді ғой жалпы. Сөйтіп бұл жерден астыртың жасалуы, бұл жерде ол асырға шаптыр жүрген сияқты мәселен. Бұл баядан басталған деген әңгімені айтқым келіп отыр ғой енді. Бірінші андай дүние. Екіншіден сөйтіп ашық айтып, енді сен бәрден жазушылар одағынан ішінен кетпейсің. Төрағалар да ауысып отыр оның қасында енді Астана филиалының директоры деген ол соншалық бір үлкен қызмет емес. Айлығы жоқ,
құрайлы қоғамдық жұмыспен жұмыс істеп жүгіріп жүретін дүние. Сөйтіп айтса, Дәулеткерей айтады ғой, жарайды, енді 6 жыл жұмыс істедім, абырой жинадым, біраз жұмыс істеп қалдым, тәжірибе жинадым, ешқандай әңгіме жоқ деп, орын босататын еді. Оның алдында тағы да Дәулеткерейге айтпай, Нұржан Қуантайұлы өзінің бірінші орынбасарын жіберіпті астынаға. Баяғы кілтті бере ғой, болды. Демал деген ғой енді. Енді олай болмайды ғой. Ол енді бір үлкен республикалық ұйымды басқарып отырған 90 жылдық тарихы бар. Енді өзі әдебиет деген әдеп деген сөзден шыққан, дұрыс па? Адам деген кішкене әдеппен, былай күнде көріп жүрген адам бәріміз бір салада жүрміз, шын айтқанда бұл. Сен бүгін бастық болып кетіп, жау болып кету деген сөз жоқ. Сондықтан дұрыс істемеді. Содан кейін енді Дәулеткерейдің енді шамданады ғой. 50-ге қып қалған, азу ұшып қалған абадандар ғой, бұлар енді отырмайды отырыңыз. Ол шулғадан бәріміз қосылып кеттік, не істейміз енді. Әйтпесе тегі шаруам жоқ еді сол жазушылар одағында жүрген адам еді. Сосын мынандай Дәулеткерей осының алдында ауыл партиясына депутаттыққа түскен кезде, мәжіліске өтпей қалған кезде де біраз осындай тілеулес азаматтар, менің өзімде жеке симпатиям жақсы да ол азаматқа. Өйткені Тұрсынбек Әкішұлы туралы деректі фильм жасаған кезде оның студент кезіндегі талай қырларын, үйінде бірге тұрғанын, жаңа серілігін барлығын айтып бір азаматтығына тәнті болып отыратын. Кейінде де мынау қазір Фалиант басқарып отыр, басқада да бір ер мінезге тән бір ерекше қасиеті бар азамат қой. Бірақ осындай науқандық кампанияның ұйымдастырылуы қаншалықты дұрыс болды деп ойлайсыз? Дәулеткерейдің тарапынан. Дәулеткерей өзі айтпаса да айналасындағы жаңағы інішектері, шәкірттерін бәлкім. Бұл өзі неме деуші еді әлгі. Стихийно болып кеткен ғой бұл. Бұл енді әдетте былай болады өзі. Бір нәрсені ұйымдастырсаң өзі шаппай қояды адамдар. Мынау енді кәдімгі әділетсіздікке күйіп кеткен сол Астанадағы қаламгерлер бастап кетті ғой. Негізі дені солар жазды 99%. Бір мен шығармын енді Алматыда топтасқан. Оның өзінде енді досым болғаннан кейін, бір жағынан нағашы болғаннан кейін қолдағаным. Әйтпесе дені сол Астанада Дәулеткерейдің былай айтқанда жақсылығын көріп жүрген, қасында жүрген, сол жердегі әдеби шараларға қатысып жүрген, шарапат деген деп айтсақ та болады Дәулеткерейдің. Сол інілері, қарындастар бастап кетті негізі. Енді қарасаңыз жарайды, егер ол қисынсыз болатын болса, онда Дәулеткерейдікі дұрыс болмаса, оған қарсы жазылу керек еді ғой. Қарсы ештеңе жазылған жоқ мысалы. Енді жалпы қолдау болып кетті. Енді біріншіден Дәулеткерей ол жазушылар одағына, болмаса филиалға келмей тұрып, Дәулеткерей ол бала кезінен бүкіл қазақ біледі, жақсы көретін сондай азамат. Дәулеткерей сияқты жігіттер өте аз ғой қазақта. Одан мықты азаматтар болуы мүмкін, әлсіз азаматтар болуы мүмкін, бірақ тура Дәулеткерей сияқты енді азамат жоқ. Сол себептен ол біреулер енді бір-екі комментарий оқып қалдым. Бұл енді кезіндегі жаңағы Назарбаев сияқты креслоға жабысып отыратын жер ме еді. Ол шын айтқанда оған ол қоғамдық нагрузка ғой енді, әйтпесе. Мұқтажды емес дейсіз ғой. Мұқтаж емес оған, ол алады да кетіп қалады. Мәселе әділеттілік принципінде болып тұр ғой бұл жерде. Сосын қарапайым енді адамгершілікпен кет десе, ол кететін еді. Өздері соқтысқаннан кейін жаңағындай той-тар салып қалды. Әрине олай шулатып әлеуметтік желіге шығару деген сырт көзге қарағанда ерсі да. Мысалы үшін кешеде біреулер жазып отыр, осы жазушылар одағының маңайындағы дау артылмады ғой, басқа ғой деп. Біз енді қабырғаға барып жазбаймыз ғой. Біз Фейсбукта отырған ақын жазушылар жазамыз. Сен оны оқып қалдың ба, өтіп кет. Болмаса әдеппен комментарий жаз. Біз сен үшін жазып отқан жоқпыз. Ол сол Фейсбукта отырған қаламгерлер қауымының ішіндегі болып жатқан әңгіме ғой. Оны біреулер ойлайды, біз оған жаңағындай сол конфликтке тартып отқан сияқтымыз. Ол өзіміздің арамыздағы болып жатқан әңгіме. Сосын енді бұл жерде мынандай ғой, түрлі қазір асқынып тұрған әлеуметтік басқа да проблема жетеді де Қазақстанда. Бюджет дефициті дейміз, немесе тура соның алдында 4 бала Астанада қайтыс болды. Шетінеп кетті, кішкентайлары, үлкендері, өрт бір үйдегі 4 бала кетті. Осы хедлайнер болу керек ақпараттың өзі Дәулеткерейдің осы жазушылар одағының Астана филиалы деген негізгі хедлайнердің тасасында қалып кетті. Соған қараған кезде мен мына Ерғанат Көпжасарұлы мына пікірі сұрақ қойды да, жазушылар одағының дауы таусылмайды. Әлі күнге дейін
кеңестік жүйеден арыла алмай келеді, бітпейтін арыз, тоқтаусыз шағым. Шың еңбек етіп, әдебиеттің адал сарбаз болып жүрген Дәу ағаның аяғына шалатындай не күн туды деп сұрақ қойды. Дәл бәрі осылай жаңа күбісін пісіп, соншалықты талқылайтындай, бұл жерде қандай да бір дәулеттің жеке басынан қандай мүдделер қақтығыс басталып кетті. Бұл жерде Мереке Құлкеновке қарсы іштегі қыжылын жеткізе алмай жатқан адамдар қосылды ма? Қалай болды? Бұл енді өзі 1,5 жылда қордаланған мәселе ғой. Мысалы үшін анау Иранда мысалы үшін жұмыртқаның қымбаттау үлкен революция қалып келді ғой. Сондай нәрсе ғой. Адам жұмыртқа үшін революция жасамайды ғой. Сондай бір шиқаның жарылған нәрсесі деп қабылдадым өзім. Өйткені осы жаңа басшылық келгелі бері өзі жазушылар одағына ақын жазушылар наразы, барғысы да келмейді о жаққа. Олар шараға ешкім шақырмайды, енді білмеймін өздері немен айналысып отқанын. Көлдей посттарын оқимын, мында бардық, бір-бірін мақтаған сондай нәрсе. Біздің ақын жазушылар бәрі қалай болғанда да іште демократ адамдар. Олар еркін енді. Одағым бар ма, жоқ па, өзінің шығармасын жазады, шаруасымен айналыса береді. Бірақ енді біздің де өзіміздің кәсіби ұйымымыз бар, дұрыс па? Соған біз біріккеннен кейін бәрі де оны тағдыр алаңдатады. 90 жылдық тарих бар. Мен мысалы үшін өзім осы Алматыда әдеби ортаға енді араласқан кезде осы жазушылар одағының қабырғасында өстім. Таңертең бір рет соқпасам басым ауыратын. Басым ауырып тұратын, көңілім көншімейтін. Мемлекеттік қызметте жүрген кезде ең құрғанда түнде барып, кешке барып жолығып кететінбіз. Бас соғып тұрасыз міндетті. Сол себептен ол жазушылар одағы Мереке Құлкеновтен басталған жоқ, онымен аяқталмайды. Сол себептен барлық жастар болсын, жасамыстар болсын. Енді бізде аға буын әдетте бақылап отырады. Қай жеңген менікі деп. Біздің енді жастар көп жылда енді шулап шығады алдыға. Жаңағы дүниеге айтайын, байланысты айтайын. Өкінішке қарай, әрине жаңа 4 бала өрттен кетіп қалды. Оның бәріне біз жанымыз ауырды. Мен оны енді Фейсбукта маған өзімнің ғана достарым, өзімнің қалай десек болады, интерес бойынша жиналған достарымның ғана лентасы көрінеді. Ол басқа жақта қалай болып жатқанын білмеймін. Бірақ оның жүрегіміз неге ауырмады? Ауырды. Сосын кішкене қауіпті болса да айтып көрейін, біз соған үйреніп бара жатқан сияқтымыз қазір. Ең бірінші 4 бала өртенген кезде, 5 бала астында. 5 бала өртенген кезде, ол кезде ақын жазушылардан бастап бәрі өлең жазып, бұлардай шулағанбыз. Одан былтыр ма тағы да сондай болды, Одан кейін Жаңатаста болды 5 бала. Одан кейін Аягөзде болды. Балалардың өртенген бұл деген өте қорқынышты нәрсе. Және осы Жітіқарада болды жақында, тағы 5 бала қайтыс болды. Соған қоғам, Құдай сақтасын, үйреніп бара жатқан сияқты болып қалды да маған. Әйтпесе жазушылар одағы, Дәулеткерейдің дауы не оның қасында? Түкке тұрмайтын нәрсе ғой. Сол бір безразличность дейді ғой, немқұрайдылық пайда болды ма деген менде қорқыныш болды. Не сұмдық бұл жазушылар одағының талқыға соншалықты алға шығып кетуі деген сұрақ мені қатты әсер етті маған. Ол маған да әсер етіп отыр қазір. Мысалы үшін айтып отырсың ғой. Біз енді ол көзіміз шалқал, біз уже соған көзіміз үйреніп қалған сияқты да. Тағы да бір балалар өліп қапты ғой деген. Бұл масқара нәрсе негізі. Қазір қоя тұру керек, бұл одақ туралы интервью айтудың да қазір қажеті болмай қалды шын айтқанда. Қара тұтып отыруымыз керек. Тіпті ұят қой ол, шынымен. Бұл үлкен қасірет шын айтқанда. Енді мен айтып тұрмын ғой, Facebook өзі көп салалы, көп қабатты ғой, басқа қауымдастық не болып жатыр, ол жақты біліп жатқан жоқпын. Бірақ, мысалы үшін, тек қана сол ақын жазушыларды, тек қана одақты бәрі талқылап кетіпті деп үйтіп ойламаймын. Бізде енді айталық ақын жазушылардың подписчиктері көп болған шығар, лентаға олар көбірек шығып кеткен шығар, бәлкім сондай бір көрініс болған шығар. Жалпы әрине ол сондай талқылайтын нәрсе емес, бұл ұйымның өзінің ішінде шешілетін мәселе. Бірақ оның сыртында қазіргі жазушылар одағының басшылығына деген жалпы қаламгер қауымның жаңағы наразылығы. Мынау тек соған түрткі болған нәрсе. Қазір бәрі ойнайтып жатыр. Кеше жастардың бәрі отставка кетсін деп жазып отыр, мысалы түнде. Мен бір қарап қалдым, мен осында асып келдік. Алматыда нөмір кептеліс қой. Әлі Фейсбукқа кірген жоқпын таңертең. Бірақ кеше мен байқап қалдым. Енді Мереке Құлкеновтың қызметтен кетуін талап етіп жатыр. Қазір оған жасамызда басқаларды қосылады. Өйткені наразылық бар. Ал енді бұл қоғамдық ұйым ғой. Бұл демократияның нағыз гүлдейтін жері шын айтқанда. Сол себептен әрине одақтың басынан жаңағы дау арылмайды деген ол бізге де жақсы емес. Біз мәдениеттің басқа салаларындағы адамдардың алдында мен өзім қатты ұяламын, намыстанамын шын айтқанда.
Мысалы үшін бұның алдында біз жазушылар одағына келген кезде, оразалы кететін кезде қандай дау-дамай болды. Иә. Содан кейін біздің одаққа келгеніміздің өзі бір түрлі мен жаман сезініп жүрдім біраз уақыт. Сол кезде ағаларымызға айтты, біз осы қояйықшы айқай-шуды. Бәрін біріктірейік, бәріне жаңағы мейіріммен қарайық, бәрін бауырымызға тартайық. Жерге, жүзге бөліну, анаған бөлу, мынаған бөлу деген әңгіме жаңағы қою керек деген сияқты. Оның біздің Ұлықбек ағамыз оған ақылы жетті, және өзінің жүрегі де жетті оған. Ешқандай айқай-шу болған жоқ. Енді бізден пандемия кезінде 3 жыл үйде отырдық, жұмыс істеп үлгерген жоқпыз, дұрыстап шын айтқанда. Енді сөйтіп дұрысталып келе жатқан кезде қайтадан шу басталғаны, бұл біз негізі мен өз басым ұяламын. Енді біздің басқа достарымыз көп қой, енді актерлар көп, әншілер көп, композиторлар, суретшілер бар. Солар біздің сыртымыздан қарап, осылардың айқай-шу бітпейді екен деп. А неге? Онда айқай-шу кинода да болып жатыр. Иә. Ол көп мән бермейді. Білмеймін, ақын жазушылардың басында бір әңгіме басталса, ол үлкен қоғамдық проблемаға айналып шыға келеді. Енді сондаймыз, енді оған не дейсің? Сосын Дәулеткерейдің осындай түртпекке түсуі қандас болғаны үшін емес пе? Ешкім жүрегіне кіріп шыққан жоқ, мен өйтіп айта алмаймын, біреуге қандас болған үшін сөйтіп түртпектеп жатыр деп. Бірақ бір әңгіменің үшін естіп қалдым. Одаққа оралмандар жібермеу керек деген сөзді. Ол қалай сөз ол? Бізде жалпы қазақ тілінде жазылған көркем әдебиетте шекара болмайды. Мемлекет түгілі. Мысалы, сен Моңғолияның қазағысың, сен Қытайдың қазағысың деген әңгіме айтудың өзі әбестік нәрсе, ұят нәрсе ол. Мысалы, Қытайдағы жазылған қазақ тіліндегі әдебиет ол біздің әдебиет, ортақ әдебиет. Моңғолияда, Түркияда, қай жерде қазақ тілінде әдебиет жазылады, оның бәрі біздің әдебиет. Одан кейін біздің Моңғолияда филиалымыз бар мысалы. Жазушылар одағынан. Онда әңгіме естідім, бірақ енді қолынан ұстап тура қасында отырмағандықтан біреуге жала жаба алмаймын. Ол ондай болса ол өте ұят әңгіме. Сосын әртүрлі сауалнамалар жасайтын фокус топтар, кез келген біздегі әлеуметтік мәселелер, Жаңаөзен оқиғасы, немесе Талғар оқиғасы сияқты мәселелерде, Талғардағы енді ол Шерзат оқиғасы емес, Талғардың айналасында жиі жаңағы свет өшіп қалғанға байланысты жаңадан құрылып жатқан аудандар бар ғой, яғни трансформация свет үнемі жауап қою мәселелерінің барлығында да оралмандардың көп болуынан себепті деген пікірлер айтқандықтан, мүмкін билік оралмандардан тіксініп қалып жатқандай кері әсері болып отқан жоқ. Мен ондайды естіген жоқпын. Біріншіден оралмандар біреудің шөбін өртеп кетіпті, я болмаса газын жарып кетіпті деген. Керісінше олар бәрі де біздің қоғамға кіре алмай жүрген сияқты сезім болады менде. Ол біздің өзіміздің қазақ кезіндегі тарихи бір жағдайлармен жай ғана шекарадан сызылған кезде ар жағында қалып қалған адамдар ғой. Өз ата жұртын. Өзінің ата жұрты біздің қазақтың жерінде қалып қалған адамдар. Кезінде кетіп қалған адамдар, қайтып келген адамдар бар. Олар енді сіз қараңыз, 30-шы жылдар ашаршылық кезінде кетіп, Кәмпеске жылдар. Сол жылдар кеткен кезде 30 жылдан кейін оралғандардың өзін Қытай деп айтады ғой, Қытайдан келгендер. Бұл біздің жалпы өзіміздің қалай десек болады? Ұлттық психологиямыздың әлі кемелдікке жетпегенінің белгісі. Бұл ұят нәрсе ғой. Тіпті қандас деген ол құжаттың бір атауы ғана болу керек. Статус қой енді, сен міне қандас деген статусты алдың, содан кейін басқа құжаттарын жинады, азаматтық алдың. Азаматтық алдың ма, болды ол. Ол өзі ұмыту керек біріншіден қандас екен. Мен Қытайдан келдім, мен Моңғолиядан келдім деген нәрсені ол өзі ұмыту керек, ол кірігіп кету керек. Керек болса айту керек, бұл ата-бабамның жері, сен не деп тұрсың? Мен кеше ана жақтан келсем де мен қазақпын, болды. Әңгіме бітті. Ал егер биліктің ішінде оралмандарды бір бөлек бөліп, жергіліктер бір бөлек бөліп, жаңағы тағы қандай бәленбай нәрсеге бөлуге не ғой, құмар болып тұрады ғой. Ол жақсылыққа апармайды түбінде. Оралман деген, қандас деген сөз мүлдем болмау керек. Қазақ деген сөз бар, болды. Жетеді дейсіз ғой. Иә. Бір тұтас болуымыз керек дейсіз ғой. Жалпы кеше Жас Алаш газетінде материал жарық көрді, оны өзіңіз бөлісіп қойдыңыз. Сол кездердегі одақтың басшысы Мереке Құлкеновтың айтқан пікірі жалпы филиалдар ақша табу керек дегенге саяды, және олар одаққа тең бөлініп отыру керек деген сияқты. Яғни сонда одақтың күні филиалдарға қарап қалды ма? Бұл жерде нені түсінбей жатыр? Дәурен, бұл
мүлдем нонсенс әңгіме негізі. Ерсінің ең көкесі бұл. Өйткені айталық бір корпорация болатын болса, оның филиалдары болса, әңгіме басқа. Бұл бизнестің әңгімесі. Бұл коммерциялық ұйымның дұрыс қой, филиалдар жергілікті жердегі жергілікті рынокта, нарықта пайда тауып, головной офиске пайда келу керек. Көкема бұл қоғамдық ұйым ғой. Қайдағы ақша ол? Соны мен түсіне алмайтын, бұл жерде не ақша бөлістірілмей жатыр деп жатқаным. Жоқ, ол адам өзін ойын айтып қояды ғой. Бұл әдебиетке жұмыс істеуге келді ме, жоқ ақша табуға келді ме деген әңгіме. Ол филиалдар жергілікті жерде бір құдайы жүрген бір адам ол. Ол жарайды, біреуінде мөрі бар, біреуінде мөрі жоқ, жаңағы тіркелген, счеты бар, жоқ. Ақын жазушылар жалпы ондайға былай кішкене әлсіздеу келеді ондай ұйымдастыру жұмыстарына. Бірақ жұмыс істеп жатқан адамдар болса, ол облыстық акиматпен жұмыс істеп, сол жердегі ақын жазушылардың басын үйістіріп отырса, айналайын сен проблемаң шешілді ғой бір облыста. Нең бар оның ақшасында? Ол бір бөлінетін құдайы бір білмеймін, бір шараға 1 миллион, 1,5 миллион бөлінетін жер, ол соған кетеді ғой. Одан кейін ақын жазушылардың айқай шу шығармасында бір шай береді, сонымен бітеді, ол не қылған ақша ол? Одақтың өзінде ақша жоқ қой, әрбірінің сон. Енді келіп бүкіл облыстардың айталық тендеріне қатысты дейік жазушылар одағы. Өзіңіз қараңызшы, мысалы, бұл қалай болады қаржылық жағынан? Айталық енді Атырау облысы, болмаса Маңғыстау облысы тендер жариялады, мүшәйра өткізуге. Соған мына жерден Алматыға отырып 1,5 миллион теңге қатысады. Сосын сол жаққа ұшып барады, өтсе ма? Ол ана жерде жүрген өкілдік деген сөз. Өкілдік деген бір адам ол. Ол бір отырған офис емес, өйтіп елестетудің қажеті жоқ. Бір адамға айтады, міне саған 200 мың теңге береміз, қалған одаққа қалады, соған не істесең соны өткіз дейді. Кім оны өткізеді? Сондықтан бұл бірінші басшының жасылдашқа беріп отырған сұхбаттың өзі бір түрлі. Сосын мынандай пікір жазылды, Оңғар Қабденнің астында. Кітап одақсыз да жазылып жатыр, одақсыз да басылып жатыр. Сонда Қазақстан жазушылар одағы не бітіріп отыр? Баспа ісі мен баспагерлік кәсіп өз бетінше дамып келеді. Қай қалада болсын не көп, жекеменшік баспаханалар көп. Жазушылар одағы, халық ассамблеясы, мұсылмандар діни басқармасы, тағы басқа шығармашылық одақтар сияқты билік өзіне керек кезінде ғана пайдаланатын бюджетке масыл ұйым. Меніңше, әрбір ірі қалада жазушылар үйі, әдебиетшілер үйі болса жеткілікті емес пе дейді. Жомарт Нұрман есімді пайдаланушы жазған. Дұрыс айтады. Біріншіден мынандай нәрсені нетуіміз керек, түсініп алуымыз керек. Кез келген ақын жазушыға жазушылар одағы ешқандай шығарма жазып бермейді. Түсінікті нәрсе ғой. Мысалы үшін жазушылар одағына мүше емес қаншама ақын жазушылар бар. Енді біреу өзі кіргісі келмейді, біреу лайықты көрмейді. Қаншама жастар бар қазір елдің ішінде мойындалған, бірақ әлі жазушылар одағының мүшесі емес. Жазушылар одағы деген не үшін керек деген мәселе. Бұл институциональный мәселелерді шешу үшін керек. Яғни, мысалы үшін, егерде ақын жазушылардың бір құқықтары мемлекет тарапынан қорғалмай жатса, сонымен айналысады, қорғайды. Белгілі бір бағдарламалар жасайды. Айталық, мәдениет туралы заң болса, соған өзгерістер мен толықтыруларды енгізу бойынша бастама көтеріледі. Мемлекет бағдарлама жасауға көмектеседі. Жергілікті билікпен жұмыс істейді, жаңағы филиалдардың жұмысы, өзі орталық билікпен жұмыс істейді деген сияқты. Бұл кез келген кәсіби ұйымның жұмысы ғой. Профсоюз деп айтады ғой енді. Профсоюздар бірігеді ғой, мысалы үшін енді. Металлургтердің профсоюздары болса, солардың бүкіл мұқтажын кім біледі? Металлургтер профсоюзының төрағасы біледі. Сол бизнеске айтады, нарыққа айтады, болмаса қоғамға айтады, я болмаса билікке айтады. Бұл соның міндет, жазушылар одағының міндеті де сол. Ақын жазушылар ол бөлек бір қауымдастық цех болатын болса, солардың мүдделерін қорғауға арналған ұйым. Ол ешкімге шығарма жазып бермейді. Және оның ешкімнің шығармасын кітап қылып шығарып беріп, оны насихаттау ол міндетті емес. Оның функциясы мүлдем бөлек ол. Ол жалпы біріктіріп отыру керек, мысалы үшін. Айталық жазушылар одағы егер шетелдегі жазушылар қауымдастықтарымен жұмыс істеп, меморандум қол қойып, ақын жазушылар аударып жатса, кәнеки. Ол сол жұмысы оның. Сыртқы саясатының өзінің жұмысы бар. Осы қоғамдағы түсіндіру жұмысы болсын, басқа болсын, ақын жазушылардың бір әлеуметтік жағдайлары болсын, сонымен айналысу керек қой ол. Бізде кішкене ол функциясын басқаша түсінеді біздің қоғам. Бір интеллигенция деп бір өзгеше бір
статуспен өзгеше бір кез келген саяси мәселелерде бір ерекше үн күтіп отырады. Неге десең, ол баяғы Алашорда кезінде қалып қалған дүние. Бұл 34 жылы құрылған кезде Ілияс Жансүгіров бірінші төраға болды. Бұл жалпы енді оның алдында Қызылордада құрылған алғашқы совет жазушылардың ұйымын Сәкен Сейфуллин басқарды. Одан кейін Ілияс Жансүгіров болды. Осы жазушылар одағының маңайында алашордалықтар топтасты ғой. Сол кезде тілге байланысты, ұлттық мәселелерге байланысты өте көп әңгіме көтерілгеннен сол инерция қалып кетті. Сол инерциямен, мысалы үшін Ғабит Мүсіреповтердің кезінде Коммунистік партияның Қазақстанның орталық комитеті кез келген идеологиялық мәселеге, мәдениетке болсын, білім саласы болсын, басқа руханиятқа байланысты шешімді қабылдаған кезде жазушылар одағына жалтақтап қарап отырады. Өйткені ол кезде интеллигенция мықты болды. Оны Сталин өзі жасап берді, жазушылар одағын құрғаннан кейін олар кішкене билікке бір қолдан жасалған оппозиция сияқты болды. Олар кішкене еркіндеу, ашық ойлайтын адамдар. Енді Сталиннің кезінде жазушылар одағын сөйтіп айтудың қажеті жоқ шығар, бірақ қалай болғанда да. Содан қалған инерция болды. Кейін, мысалы үшін, 86 жылы желтоқсан болған кезде неге басқа жерге қалып барған жоқ? Жазушылар одағының алдына барды, иә? Невада Семей жапқан кезде Олжас Сүлеймен бір көтеріп алды, мысалы үшін. Сосын тәуелсіздік заманында да қит етсе ақын жазушылар неге үнсіз деген мәселе, соның бір жаңғырығы қазір, әсіреп келе жатқан жаңғырық. Ал негізінде ешкім айтпайды, неге художниктер сөйлемейді? Художниктер шығып дат айтпай ма, атой салмай ма, композитор неге айғайламайды, неге ғалымдар айғайламайды деп ешкім айтпайды. Ол сол қалып қалған инерция ақын жазушыларды үнемі күтіп отырады. Саяси мәселеге неге үн қатпайды бұлар? Олар негізден шын айтқанда, мен тағы осы бір сұхбатта айтқам, бұлар жазушы адамдар, бұлар шын айтқан басқа әлемде өмір сүреді, ол тіпті саясат білмеуі де мүмкін. Не болып жатқанын білмеуі мүмкін. Енді әлбетте руханиятқа байланысты әртүрлі бір жағдайлар болатын болса, ол үндемей қалмайды, ол бәрі де сөйлейді. Және ең қызығы, егер статистиканы жүргізетін болса, ең көп сөйлейтін ақын жазушылар. Билікке қарсы, қоғамдағы болып жатқан проблемаларға байланысты өзінің ойын ең көп білдіретін ақын жазушылар мысалы. Мен бір жерде бір художник шығып, не масқара деп отқанын әлі көрген жоқпын. Енді Ермек Тұрсынов сияқты біздің режиссерлар енді сөйлейді, бірақ енді Ермек ағамыз ол кішкене режиссерліктен сәл жоғары өсіп кеткен адам сияқты болып көрінеді маған. Бәрі де енді ол ойшыл адам сияқты болып көрінеді. Кішкене өзгеше ойлайтын адамдардың бірі. Сол себептен мен енді көріп тұрмын, мысалы ғалымдардың қатты шығып кезінде тарих менен ғана бастап 91 жылдан бастап мемлекет болды Қазақстанда. Бір тарихшы қарсы шығып сөйлеген көрген жоқпын. Сол кезде ақын жазушылар ғой айқайлаған, көке. Ілияс Есенберлинді оқысай деді ғой. Ілияс Есенберлинді оқы, Мағауинді оқы, біздің Шыңғыс ханнан бастап түркі қағанаты қайда, ғұндар қайда қалды деп айтқан кім? Ақын жазушылар ғой. Ал енді сәл бір нәрсеге нетпей қалса, бітті, ақын жазушылар оңбағандар, олар жазуын жазу керек. Жазуын жазу керек. Ол негізгі міндеті, ол адам жанының инженері ақын жазушы. Біз ұлттың рухани панорамасын, оның жанын көркейтуге жаратылған адамдармыз ғой. Бәрі саясатпен айналысып кетсе не болады енді? Бірақ қалай болғанда да саясатпен көбірек ақын жазушылар араласады. Бір Шахановтың өзі неге тұрады? Айталық. Қазір Светқали Нұржанов та қатысып жүр, Смағұл ағамыз да қатты айтып жүр, Дулат Исабековті айтады. Оны айтсаң қазір көбейе береді. Мысалы үшін жастардың ішінде де ең көп үн қататын ақын жазушылар мысалы. Мен бір КВНщиктің қарсы шығып сөйлеп жүргенін көрген жоқ. Олар мәз өмірлеріне риза өздері. Актерлардың енді кейін кезде бір әдемі демократиялық үрдіс көрсетіп жүр. Әзілдерді келтіріп, жоқ. Актерлар енді былай шығып әңгіме жүр, бірақ ол бәрі де кино саласына байланысты айтып жатыр. Жалпы ұлттық мәселелерге ең көп сөйлейтін ақын жазушылар. Сондықтан бізде үнемі әлгі жаудың алдына ауыр артиллерия қоямыз. Жоқ, салай берсін, біз одан қорқпаймыз, бірақ біз үнемі үндемейді осылар. Бұлар тек қана жазушылар одағының маңайындағы бір 5 жылдай шығатын бір дауда ғана көрініп қаламыз да, қалған уақытта ақын жазушылар қайда өзі, бұлар не істеп жатыр, өмірлері қалай деп ешкім қызықтырмайды ол әңгіме. Ал былай сөйлеп жатқан және көрмейді. Өйткені ол міндет сияқты болып қалған. Сосын кезіндегі ақын жазушылардың арасындағы рулық, әртүрлі тайталастар кәдімгі баспасөз бетінде қатты талқыға түсетін және қатты обсуждение болатын да. Соңғы кездегі мысалы үшін Дулат пен Мағауиннің арасындағы текетірес деп алайықшы. Сол кезде
Мағауин жазды, бірақ қоғам қатты қабылдай қойған жоқ. Жалқын ғой. Соңғы, бұл жалыққандықтан емес, меніңше санадағы трансформациядағы ұлттың бір өсу деңгейі сияқты көрінді. Өйткені бір ұлт кейбір енді қарап тұрсаң, әркімнің өзінің шындығы бар ғой жерде. Исабеков өзінің мәселесін айтты, ана жерде не қылды. Енді мысалы сол кезде мен өзімде мысалы ренішімді білдірдім да. Мағауин мысалы дүниеден өтіп кеткен Таласбек Әсемқұловты немесе Әбішті жерден алып жерге салады, ал көзі тірі Шахановқа немесе Исабековке келген кезде тісі батпай қалады деп жаздым мен мысалы үшін. Өйткені сен жаздың ба? Мен сөйтіп жаздым. Бұл кезде ол нені меңзедім, бұл жердегі, яғни ол Мағауинді мен жақсы көремін, мен көмір тұтқан жазушым. Әлі күнге шейін шығармаларын үнемі насихаттап отырамын, айтып отырамын. Бірақ біздің қоғам осындай бір жаңағы науқандық дүниелерден, жаңағындай бірін-бірін қолдап кетіп, руға бөлінуден кішкене арылып көтерілгендей болып көрінді осы жолы. Яғни бұл қатты не қылмады. Бірақ дәл қазіргі Дәулеткерейдің несінде Жапа Тармағай бағанағыдай дүрк көтерілді де, осы тенденция маған қатты әсер етті. Осы жердегі бір креатура дайындаған Заңғар Кәрімхан деген азаматтың аты аталды. Ол жазушы ма, әлде ғалым ба? Оны кім ұсынды? Хабарыңыз бар ма? Жаңа бірінші сенің комментарийіне байланысты өзім бір ойымды айтып кетейінші. Қазақта деп Абайдың бір сөзі бар, қазір нақпана айта алмайтын шығармын, бірақ мағынасы жалығу бұл есті адам белгісі дейді. Бірдеңеден жалығатын адам ол есті адам. Үнемі енді бәрінен жалғасын дейді. Мал оттай бергеннен жалықпайды ғой, мысалы. Адам бәрі бір тірлік істей бергеннен ол жалығады. Себебі ол есті, ол өседі одан. Сол себептен біздің қоғам әлбетте қазір баяғыда Қабдеш Жұмаділ пен жаңағы кімнің Әбдіжәмілдің арасында бір даулар болды. Одан Қабдеш пен Несіпбек ағамыздың марқұмдардың арасында болды. Ол кезде қызықтайтын. Қазір әлеуметтік желіде бәрі-бірімен қырылғаннан кейін ол қызық болмай қалды. Бұрын ол эксклюзив болатын былай айтқанда, Ол ондай нәрсе жоқ болғаннан, міне Мағауин мен Дулат Исабеков айтып жатыр деп айтатын еді. Баяғыда Мұхтар Шаханов пен Мағауиннің дауы деген керемет шу болып тұрады. Мен әдебиеттің ортасында жүргеннен кейін маған көбірек әсер ететін ол. Әлемде басқа проблема жоқ сияқты сондай болып көрінетін ше. Ал жаңа сөзімен келіспеймін. Между прочим, қазақша айтқанда, между прочим, Мұхтар Мағауин өлтірісіне қарамайды ол кісі. Менше бір жуас жазғандай, жайдақ жазғандай көрдім. Олай емес. Әзілге бұрып жазған мысалы үшін Шахан. Ол ирониямен жазуы мүмкін. Енді одан кейін бір нәрсені ұмытпау. Мысалы үшін, Әбішті жазған кезде, Әбішті анасымен қосып даттап жазады ғой. Анасыз жаман адам еді. Біздің арамызда достықты. Әбіш екеуміз деген шығармасында жазады. Оны бүйтіп келтіреді, қараңыз. Біз арамызда қыл өтпес достық бар еді. Осы достықтың да бәрін кетуіне осы шешесі көшіріп келгеннен кейін, Горнигандта тұратын еді. Сол көшіп келгеннен кейін сол шешесінің түрін енді сол мақаласынан қарадым. Немесе өн жерде Таласбектің атын да атамайды. Ол Оразбек Сәрсенбаев туралы кітапта жазады. Оразбекті де жерден алып жерге салады мақаласын. Сол жерде Таласбек аты түсіндім енді. Ол өзінің шаруасы, бірақ мына тірі адамдарға тісі батпағандай көрінді маған. Сол әсер еткен шығар, әйтпесе Дулат ағамызға да қатты жазды ғой. Негізі мен жалпы осындай нәрсені онша ұната қоймаймын. Ол негізі бір заман адамдар, бір үлкен адамдарға тән емес нәрсе де. Бір цехта жүрген ол ұят нәрсе. Бірақ бір нәрсені байқаймын. Мұхтар Мағауинге бәрі тиіскісі келіп тұрады. Ол мен желе саған болғанын айтып отырған жоқ. Өзім бір нәрсені байқаймын. Енді өзінің жазған Әбіш туралы, басқа туралы мақалаларын шығарам жоқ. Өз күнәсін өзі көтерсін. Бірақ көбінесе соқтығады. Соқтыққаннан ол кісі дұрыстап тұрып жауап береді. Сосын кім қатыгез, Мағауин қатыгез болып шыға келеді. Мен енді солай қабылдадым оны. Мүмкін енді сенің өзің көзқарасың басқаша шығар. Мен өзім көрем, Мағауинге тисе Шахан тиісті мысалы үшін. Оңбай таяқ жеді, тағы солай тиіскендер таяқ жеп жатты. Өзі біреу туралы жазып жатқанында енді оны енді ол кісінің өзі біледі енді шын айтқанда. Жаңа Заңғарға байланысты. Заңғарға айтыңыз, тоқталайық. Заңғар біздің жақсы көретін, араласып жүрген бауырымыз біріншіден. Оның тарапынан мен ешқандай бір әдепсіздік, болмаса бір қызметке ұмтылушылық, сондай бір ағасын жағасын алатын, ондай ешқашан ондай мінез көрген емеспін. Қашанда ағалап тұрады, мысалы үшін өзімізге. Сосын өте білімді жігіт, жалпы. Бұның енді ақын жазушылығына қарағанда
алаштанушылығы жоғары. Алаштанушылығы, тарихшылығы енді жоғары, өзі тарихшы жігіт, мен түсінуімше. Оны бір ақын ретінде, болмаса бір прозалық шығармалар арқылы жастардың арасында болсын, жалпы танымал адам деп айта алмаймын. Ондай әңгіме бар екен рас, оны естідім. Бірақ оны арандатты деп естідім. Сен бәріміз пендеміз ғой, мына жерде ойлайсың, сен жүрсек сен классиктің бәрін басқаратын үлкен бастық боласың, ойбай дүрілдейсің деп бір ағалар басшы айтқанда қот-қоттап жүргеннен кейін, ол бәлкім соған елпете қанша, қазір енді өкініп отыр деп ойлаймын. Өйткені аты аталып кетті, ол әп-әдемі жақсы абыроймен келе жатқан жігіт еді, арандатып жіберді. Көрдіңіз бе, бұл теріс пиғыл жалпы өз міндетті түрде арты сондай болады. Жақсы ниетпен, жақсы пейілмен, Абай айтады ғой, іштің қалай аяқталғанда емес, қалай басталғандан көрінеді. Біз жақсы ниетпен бастасақ, кез келген нәрсе, ол солай аяқталады. Ана Дәулеткерейді орнына алып тастаймыз, оның орнына мынаны қойып жіберейік, бүйтіп жіберейік, сөйтіп жіберейік деген интрига, ол аяғында өздеріне соққы болып тиіп, маңдайына тиіп жатыр. Жат нәрсе бұл. Иә. Жалпы қол қойып берген кімдер екен? Тауып алып домалақ арыз агенттерді айдай әлемге танытайық. 37 жылдан бері домалақ арыз ұйымдастыруға машықтанған мекеме ел білсін. Алаш азамат деген атауға сай болу керек қой. Жұмысқа тірлік кімге керек дейді. Және осы жерде арызды жинаушылар кімдер деген? Жаңағы Замғар Кәрімхан Қасымхан Бегмановты алып жүріпті. Енді ағасына қызмет қылған ол жерде, ол бәлендейде теріс ой болмағанда ол мүмкін, бірақ сол жерде әңгіменің арасында айтылған, ол солдан сөзден сөзге тарап, яғни заңғар келеді екен деген сөз тараған. Ең қызығы, Заңғар Кәрімханды осыдан аз уақыт бұрын ғана жазушылар одағының мүшелігіне қабылдайды. Астыртын. Яғни сондай жоспар болған ғой, қазір біз ол жазушылар одағының мүшесі болмаса, ол филиалдың директоры бола алмайды. Алдын ала оны жазушылар одағының мүшелігіне қабылдапты. Мен енді қастарында болған жоқ, естіген әңгімем. Сөйтіп оны дайындап келеді де, ол енді Қасымхан Бегманов неғып хатымен бірге жалаулатып тасып жүрді. Неге мүдделі ол деген мәселе. Айтады ғой, мен тарихшы мынаға не шаруам білмеймін. Толып отыр ғой, мына ақын жазушылар бар, басқалар қайт. Дәулеткерейдің өзі қол қойсын келген деген әрбірінсін, дұрыс па? Егер ол Дәулеткерей қатысты болмаса, осы жерде филиалдың директоры бар ғой. Сендер жазушылар одағынан бір жаңағы жарқын болашағы үшін жасалып жатқан хаттарым болса, Дәулеткерей келеді, оның машинасы бар. Сол жүрсін астына филиалдың директоры. Я мен не қатысым бар деу керек қой. Енді осы бірдеңе бар ғой демек осы. Осы ағалар мысалы неге Дәулеткерейдің алдынан өтпейді? Оның ұрда жоқ мінезінен қорқа ма? Жоқ, ешқандай ондай мінез жоқ. Онда неге енді келіссөзбен мен айтайын, бұл 6 жыл аз отырмадым, мен кетем еді ғой деймін да, ірілік танытар еді ғой да. Соны әңгіме басында айттым ғой. Жалпы 1,5 жыл бұрын болған сайлауда бұны кетіреміз деді. Ол кезде тағы ақын жазушылар айқай шу салып қалды Астанада. Бізге басқа ешкім керек емес деп. Сосын ортада тағы да біреуді әкелеміз деді. Қазір атын ұмытып қалдым, бір ол да ақын жазушыға қатысы жоқ. Астында тұратын бір заңгер бір ағамыз, соны әкелеміз деген сыбысты естіген. Сосын Нұржан Қуантайұлының орнына жібереміз деді. Ол болмай қалды. Бұл өзі 1,5 жыл әлі Дәулеткереймен алысып келе жатқан шиқан бұл жарылған, айттым ғой. Бұл бұрыннан алып, бірақ айту керек қой, Дәуке, істедің ғой. Сен орнына лайық адам бар, сен айналайын бара ғой деп. Үйді аштың. Басқаша істейді да енді, тіккеп айтпайды. Оның ұрдажық мінезі жоқ, оның Дәулеткерей соншалық жынды емес қой енді. Рушылдық бар ма жазушылар арасында әлі де? Қазір жоқ. Бұрын біз болды. Қазір енді жастау кезіміз деп айтуға бола ма екен? 45 келдік. 20-лардың ішінде біз оны сезетіміз. Жаңағы рушылдыққа қарағанда көбінесе жершілдік көбірек болатын енді ана. Батыстың ағалар батыстың жігіттерін тартатын, шығыстың ағалар шығыстың жас ақын жазушыларын тартатын деген бір әлсіз бір тенденция байқалатын. Бірақ ол қазір жоқ, қазір бәрі болып кетті. Әлеуметтік желі келді ме екен, жоқ басқа болды ма? Қазір мысалы үшін жастардың ішінде ондай бір ана ағаны сағалау, мына ағаны мықты деп айтып, ананы жамандау деген ондай қазір мүлдем көрмеймін. Әлде мен әдеби ортадан алыстап кеттім ба, сондай бір, бірақ мен өзімде болмағанын, оны басқадан көрмеймін. Мен руымда, жүзімде басқада ешқандай келмейді, маған бәрібір, сондықтан мен қызық емес маған ондай әңгіме. Жалпы
енді өзіңіз одақтан кетіп қалғаннан кейінгі қыжылыңыз басқа деп қабылдамасын, жалпы одақ не бітіріп жатыр дәл қазір? Мысалы үшін әдеби агенттер жұмыс жасау керек, мысалы үшін танытуға, әлемге шығару керек. Егер одақ болатын болса, бағана немесе әдебиетшілер үйі, бағана айтқан пікір сияқты, әдебиетшілер үйі деңгейінде, яғни осындағы әрбір локалды жазушылар бас қосатын комьюнити орталықтар болса, жетіп жатыр емес пе, егер ондай бір комьюнити орталықтары филиалдар еді ғой негізі. Олардың өздерінің енді айталық сол жердегі филиалдың төрағасы ол бір бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты адам болады әдетте. Бас редактор болады, я болмаса бір шығармашылық орталығының директоры болады. Қосымша қызмет қой енді. Мысалы үшін Бауыржан Қалиолла Қадыр Мырзалиев атындағы жаңағы орталық басқарды Батыс Қазақстанда. Ол өз соның директор болды, әрі жазушылар одағының филиалы болды. Дөңгелетіп жерді мысалы үшін жұмысты. Қолынан ресурс бар деген сияқты. Сондықтан енді қазір әртүрлі әңгіме айтылады, жазушылар одағын жабу керек дейді біреу. Біреу айтады, бірнеше жазушылар одағы болу керек. Ресейдегідей деген сияқты. Мысалы үшін қазір біздің әдебиет оған дайын емес деп ойлаймын өз басым. Ар жағында, мысалы үшін, егер ары қазбалайтын болсақ, әлбетте көптеген шығармашылық ұйымдары болу керек, араларында бәсеке болу керек. Деген де ой қылаң береді. Бірақ олай болса, мысалы үшін бөлініп кететін болса, онда ол қанша қазір 5000-ға жуық үкіметтік емес ұйым бар, солардың бірі болып қалады. Онда ол бірікпесе, мемлекет оны тыңдамайды деген сияқты қауіп бар. Ал жалпы жазушылар одағына келетін болсақ, оған реформа жасау керек. Бұл қазіргі заманға бейімделген мобильдік қозғалыс жаңағы ұйым болу керек. Енді бүкіл технологияны білетін адамдар отыру керек деген сияқты. Шетелмен байланысты орнату керек. Біз енді өзіміз сорпамызды қайнай бермей, біздің әдеби жауһарлар шетелге шығару керек. Оларды аудару керек. Жалпы халықаралық қарым-қатынасты күшейту керек. Сосын мемлекеттен не талап ету керек дегенде, мен оны үнемі айтып жүремін, ол мәдениет туралы заңға өзгерістер мен толықтыруларды енгізу талап ету керек. Мысалы үшін қараңыз, мәдениет туралы заңда көркем әдебиет деген бірде-бір сөз жоқ. Әлеуметтік маңызы бар әдебиет деген сөз бар. Енді әлеуметтік маңызы бар әдебиет деген не ол? Міне мынау қандай кітапхананың вестнигі ма? Бұл да әлеуметтік маңызы бар да, бұл бір көркем әдебиет емес қой. Жол жүру ережесі де әлеуметтік маңызы бар әдебиет. Сол қандай біз қазақ деген өзі жалпы көркем сөздің елі, үлкен әдебиеті бар ел, соның мәдениет туралы заңында көркем әдебиет деген сөздің болмауының өзі нонсенс. Жазушылар одағына айналысатын жұмыс тікелей осы. Жазушының мәртебесін анықтау мәдениет туралы заңның ішінде. Сол үшін күресу керек. Филиалдар жабумен емес. Дәулеткерей сияқты жұмыс істеп жатқан адамды орнынан қозғау емес, осындай институциональный жүйелі жұмыстармен айналысу керек. Мысалы үшін қараңыз, мәдениет туралы заңның ішінде театр туралы тарау бар, кино туралы тарау болған, оны қазір бөлек заң қылып шығарды. Кітапханалар туралы тарау бар, кітапхананың мәртебесі бар. Театр актердің мәртебесі бар, бірақ сол театрда қойылатын пьесаның, спектакльдің автордың мәртебесі жоқ. Ол жерде енді пантомим ойнамайды ғой театрда. Сөз бар ғой жерде. Драматургия бар ғой. Кинода да солай айталық, о жаққа бармай қой. Енді кітапханасының мәртебесі бар. Кітапханада тұратын кітаптарды жазатын автордың мәртебесі жоқ. Фантомас сияқты да. Көрмейді дейсің. Көрмейді. Ол ана бір кітап өзінен өзі жүк жазылады да, бүйтіп өзінен өзі түптеліп. Контент пайда болады. Дизайн. Киноларда шыға береді. Келеді бүйтіп қояды да, сосын оның мәртебесі бар. Мен кітапханашыларды жақсы көремін, оны жек көріп отқан жоқпын. Ол мағынада айттым. Ол келеді, бүгін кітап пайда болды деп оқырманға ұсынбайды ғой. Жазушылар одағы сондай нәрселермен айналысу керек, нақты. Сосын кез келген мемлекеттің әдеби саясаты болады. Ол біздің былайша айтқанда қандай халық екенімізді көрсетуге керек нәрсе де. Сосын ол халық тәрбиелейтін құрал. Болмаса оның орнында басқа идеологиялар кіріп кетеді, сол тәрбиелейді. Оны іштегі бостық деген сөз шығарыпты қазір. Іштегі бос кеңістікте, іштегі вакуумдыге пус кеуде деп. Пус кеуде. Іштегі вакуумға біз
онда басқа идеологиялар кіргізіп аламыз. Ол кіріп кетті 30 жылдың ішінде байқасаңыз. Сол себептен мемлекеттің мәдениет туралы заңында әдебиет туралы бірде бір сөз болмау, оның жалпы әдебиетке бір андай бейшара сияқты қарауының өзі бұл мемлекеттің өзіне ұят нәрсе. Өйткені кез келген мемлекет кезінде әсіресе 18-19 ғасырда көркем әдебиетті отарлаушы құралдардың бірі болған. Шекспирді апарады, Байронды апарады деген сияқты. Мына жақтан Пушкинді апарады, Лермонтовты апарады, орыс тілінің аясын сөйтіп кеңейтеді. Мәдени экспансия жасайды. Таратып айтқым келмей отыр. Көп сұхбаттарымда айтқам, қайталағым келмей тұр. Сондықтан тарихи саясаты, мәдени саясаты деген сияқты саясат болмайынша осы жүрген. Ал жазушылар одағы соны талап ету керек. Және оны сауат түрде, заңға сүйеніп, конституцияға сүйеніп, керемет мықты бағдарламалар ұсыну керек. Ол болмаса жаңағындай әлеуметтік желіде көтер мәселені. Не қолдамай жатыр, біз немене тоқалдан туғанбыз ба деген сияқты. Сонда ол сен қозғалады. Ал интригамен айналысқан кез келген ұйымның арты жақсы болмайды ол. Мынандай cultural currency деген сөз бар да, мәдени валюта. Яғни біз ән тыңдаймыз, бүткіл шетелдің әндерін. Бірақ Димашты береміз. Яғни біз алмаймыз, және қарымта береміз. Сол сияқты кез келген салада біз өзіміздің мәдени валютамызды интервенция жасап отыруымыз керек. Әлбетте. Дәл сол сияқты қырғыздарды енді бір Шыңғыс Айтматов Түркияда бестселлер шығарма, үнемі жаңаланып шығарып отырылады. Сол сияқты біз дәл қазір осындай жағдайда немесе болашақта қай шығармаларды біз әлемге ұсына аламыз? Моян, Орхан Памук деңгейінде, яғни Нобель алмаса да, Нобель алуға жеткізетіндей жолын жасап беруіміз керек. Жолын ашатын болсақ, кімдер шығады қазір қазақтың атын танытып? Кімдерді көрсете аласыз? Әңгіме мынадан бастайыншы. Біз жазушылар одағында жүрген кезде мектеп кітапханасы деген бағдарлама жасадық. Қазір жүріп жатыр ол. Бір жасап кеткен жұмысым болды. Сонда біз әр жазушыдан екі-ақ қана шығармадан, әл кейбір жас жазушылардың бір шығармадан тізім жасаған кезде ол 2000-ға жуық өтеді. Мені Қадыр Мырзалиевтің 30 томдығын, Мағауиннің 25 томдығын, Әбіш Кекілбаевтың 20-дан астам томдығын, Мәшһүровтің бәрін былай болған кезде. Оның бәрін қосатын болса, білмеймін, ол біздің ол тізім мүлдем кетіп қалады. Шексіз. Шексіз болмаса да бір 10 мыңға барады енді таза. Ол нені көрсетеді? Ол бізде бай әдебиеттің бар екенін көрсетеді. Бір ғасыр ғана болды, былай қарасаң, бір ғасырдан ғана астам уақыт жазба әдебиеттің қалыптасқан. Соның өзінде осындай керемет продукт бере алды да қазақтың ақын жазушылары. Онымен санаспау мүмкін емес. Және ол тізімге халтура кірген жоқ. Мойындалған шығармаларды кіргіздік біз мысалы. Енді әлбетте оның ар жағында жаңағы эпосымыз бар, фольклор бар, басқа бар. Жыраулар поэзиясы бар, ағартушылар бар, ежелгі жаңағы дәуірдегі әдеби біздің жәдігерлер бар. Оның бәрін қосқан кезде дегенім ғой. Демек, осындай үлкен бай әдеби мұраның ішінен әлемге ұсынатын шығарма жоқ деуге бола ма жалпы? Әлбетте бар ол. Мысалы үшін қарапайым нәрсе. Тетігі жоқ қой шығару бұнда. Шығару тетігі ғана болмай тұр ғой. Шығаруға ниет жоқ. Жазушылар одағы сонымен айналысу керек деп айттым ғой. Біз өткенде әдеби агент Бақтыгүл Махамбетованың сұхбат жасадық. Ол кісіде де осы мәселені айтып қалды. Жазушылар одағымен ешқандай жұмыс жасай алмадым деп. Енді шығару үшін негізі мен жаңа реформа керек деп отырғаным сол. Жазушылар одағы президиумда отыратын бастықтардың ұйымы болмау керек. Ол әдеби агенттікке айналу керек. Әр профсоюз, профессиональный союз енді. Анандай мағынада емес, кәсіби ұйым, мүдделер қорғайтын және әлемдік деңгейге шығатын әдеби агенттік несін функциясын алу керек. Арка болса дейсіз. Сондай функциясын алу керек. Сол кезде ол жұмыс көрінеді. Ал бізде іріктейтін шығармалар көп. Айталық, жай ғана енді Мағауинді айтып отырық, айтып қалдық қой. Мысалы үшін, оның 25 томдығын әлбетте сен аударып опа таппайсың. Оның Шыңғысхан туралы жазған бір дүниесін шығаруға болады ғой. Мысалы, ол өйткені Шыңғысхан империясына, жалпы Шыңғысхан туралы қызық көзқарасты берген жазушының
Мысалы үшін біз білетін орыстардың жазушыларына қарағандағы басқа альтернативный көзқарасты берген Шыңғысханның бір ғана романын әлемге аударатын болса, бұл жалпы адамзаттың тарихына қатысты әңгіме ғой. Рас. Оны қызығып оқиды. Мына жерде мынандай, бұл баяғыда құрып кеткен моңғол емес, бұл түрік екен деген дүниені беріп отыр ғой. Мен ол қазір дискуссия болып кетеді, ол туралы айтып отыр. Бірақ мәселе жаңа көзқарасты беруде. Мен мысалы үшін айтпаймын, Моян біздің жазушылардан керемет жазады деп. Ол деген сөз Қытайдың боксері қазақтың боксерінен мықты екен деген сөз емес. Ол техникасы да бір жазудың, оның машығы да бір, таланты да бір де. Бірақ Қытайдың боксерін ақшасы бар болғанда, оны мысалы үшін әлемдік чемпионаттарға апарады, бізде ақша жоқ, апара алмайды деген сияқты. Олардың промоутер бар, бізде болмай тұр ғой мәселе. Сол. Әйтпесе біздің жазушылар білімсіз деп айтуға келмейді, талантсыз деп айтуға келмейді. Қиялдың көкесі қазақта негізі. Мысалы үшін енді мені Моянның оқырмандар кешірсін, мен Моянның мысалы үшін шығармаларын мүлдем қабылдай алмадым. Мен жақсы жазушы, әңгіме жоқ. Бірақ менің мысалы үшін көп абай сияқты ол еліктіре алмайды айталық. Сондай бір енді вкус қой енді бұл. Сондықтан ал Моян, осы сөзді айта кетейін, Моянмен соның алдында Гаозима жазушы. Бұл Дян Сяопиннің екінші рет билікке келген кезде біз Қытайдың әдебиетін, Қытайды әлемдік әдебиеттің тұтынушысы емес, Қытай халқын әлемдік әдебиетке экспорттаушы халық болады деген ұран тастайды. Сөйтіп 25 жылдың ішінде 2 Нобель сыйлығын берді әлемге. Енді ол жерде бәленбай 20-дан 30-дан астам бүкіл сыйлығының лауреаттары бар болу керек. Асиян деген сыйлық бар, тағы сол сияқты көптеген әлемдік деңгейдегі сыйлықтарда Қытайдың жазушылары 25 жылдың ішінде промоушенның арқасында, мемлекеттің қолдау арқасында алға шығып кетті. Өйткені кез келген ақын жазушы ол өзін монетизацияға шығара алмайды, ол қиын нәрсе. Бірақ ол Мояннан төмен жазады ақын, қазақтың ақын жазушы деген сөз емес. Болмаса Бразилияның, Аргентина, Испанның керемет әдебиет бар. Ол біздің әдебиет ондай деген сөз емес. Біздің әдебиет алтын ғасыр, 20 ғасыр болатын болса, ол кезде ол идеологиялық қыспақта жаза алмай келді. Соның өзінде де 20 ғасырда біздің тіліміз сақтап қалды мына кітапта. Қазір Құдай өзі сақтасын, қандай 20 ғасырдан бері қазақ әдебиет болмайтын болса, біз екеуміз қандай тілде сөйлеп отырғанын өзі елестетуге қорқынышты. Бұл жағы Мағауин, Әбіш Кекілбаев, поэзиядағы қаншама адамдардың бәрі негізгі миссиясы бұл қазақтың шұрайлы тілін кітапты қалдырып кету. Миссиясымен айналысты және оны өте жоғары деңгейде атқарып шықты деп ойлаймын. Әуезовтен бастап. Сондықтан оған сен неге әлемдік деңгейде жазбайсың деген жоқ. Ол сонымен айналысу керек. Ұлттық тілді, ұлттық дәстүрді, сананы бәрін сақтап қалушымен айналысты. Кейінгі жазушылар енді мына 90-шы жылдарда тарихи дүниелер жазды. Оны да өйткені жазу керек біреу. Енді жастардың ішінен тәрбиелеу керек, тіл үйрету керек. Мен мысалы үшін кезінде әдебиет академиясын құру деген кезде елдің бәрі, ол не ол академия? Назарбаевтың алдында сөз сөйлеттік біз, Мерей Қайырт айтты мысалы. Тапсырма берілді, бірақ ол орындалған жоқ. Біздегі әдеттегідей бір кітапханада коворкинг центр ашып қойып, әдебиет академиясы деп жазып қойып, енді бір ішімізге келгенше күлгенбіз. Оның идеясы мүлдем оп-оңай нәрсе. Ол жерде бір академия деген бір елестетпеу керек, андай бір вуз сияқты сабылысқан адамдар. Таңдап аласың 10 адамды айталық. 10 ақын жазушыны таңдап аласың. Өзің примерно білесің ғой, кім не жазып жүрген. Солар таңдап аласың да, оған не үйретесің? Жұрттың бәрі ойлайды, әдебиет үйретеді. Оның сабағында бірде-бір әдебиет әңгіме болмайды. Ол жерде жаратылыстану ғылымдары, қазіргі ғылыми танымдық қандай материалдар бар, сол туралы оқиды. Жаңағы Хокинг деген кім, Пенроуз деген кім деген сияқты. Квантовая физика деген не, большой взрыв деген не, ғарыш деген не, заттың бұрынғыдай 3 күйі емес, 4 күйі бар деген сияқты. Бетельгези деген не, жаңағы бір затқа 2 бақылаушы қараған кезде ол қалай өзгереді деген мағынада қиялын қозғайды, ішкі көкжиегін кеңейтетін дәріс беру керек оған. Тіл үйрету керек. Және тіл үйрету керек. Енді тағы бір 10 адам бұл мысалы үшін таза ағылшын, француз, испан, араб тілін, жаңағы Біріккен ұлттардың 6 тілін керемет жақсы білетін мықты адамды алып, стипендиясын төлеп, оларға керісінше әдебиетті үйрету керек. Енді әдебиеттің тарихын,
Адамзат әлемнің әдебиеті бар, оның ішінде қазақ әдебиеті бар, орыс әдебиеті бар, анау бар, мынау бар, мынандай. Неге? Өйткені тіл білетін адамның ішкі жан дүниесінің пластикасын өзгерту керек. Өйткені ол ертең ана онды аударады. Сол үшін жасалған идея болатын, өкінішке қарай оны ешкім түсінген жоқ. Сонда біз 10 адамға айтамыз, міне сен осы академияға түстің, 2 жыл стипендияң төленеді, ешқайда жұмыс істемейсің. Бір жағынан біліміңді, таным көкжиегіңді кеңейтесің, екіншіден сен осыдан біткеннен кейін осы мемлекет саған берілген ақша үшін 1 жылдың ішінде айналайын шырағым осындай роман жазып шығасың. Өзің таңда тақырыбын. Ол роман жазып шыққаннан кейін саған әдебиетті үйреткен, және тілді білесің, және қалай онда да проигрыш демесін. 2 жыл жақсы айлық стипендия алып осында үйретіпсің. Мына дәуреннің шығармасын аудар. Фэнтезині аудар. Ол уже тек қана тілді білуші емес, ол әдебиетті білетін, ішкі дүниесі кішкене ерген, жұмсарған адам, ол сенің дүниеңді кәмпит қылып аударып береді. Сосын оны жазушылар одағы алады да промоушнмен айналысу керек. Қанша тілге аударды онда, ана жерде қаншама адам отыр. Бір шығарманы испан тіліне аударып жатыр, араб тіліне аударып жатыр, жаңағы түркі, анау мынау. Соның бәріне жаңағы арай промоушнмен айналысу керек. Сол 10 адам ішінде біреу ататын болса, Моян сияқты, Памук сияқты, ол жаңа сен айтып отырған ұлттық монетизация болады. Нәтижесін береді дейсіз. Енді мен примерно механизмін айтып отырмын. Жақсы, ақылға, көңілге қонып отыр. Серік Әбекенұлы жазды, 2-3 күн болды, Алматының жүзінде күлкі ойнап тұр. Кімді жолықтырсаң да, кітабым шықты аға деп жымияды дейді. Бір қаланы әлде тұтас елді бір сәтте бірнеше күнге шаттыққа бөле алған мықтың ақберен елгезек бауырым дейді. Оның Абай баспасы 150-ден аса автордың кітабын шығарыпты дейді. Жалпы расында бірінен кейін бірі Есей Жеңісұлдан бастап Ерғали бар, басқасы бар, бәрін тізбелеп шығады бұл жерде. Расында да бірін-бірін құттықтап жатқан, бір күнде осындай 150 кітапты шығарған түрткі болған не, және механизмін қалай дұрыс шеше алдыңыз оны? Енді Серік ағам мен жақсы көрген асыра мақтап жүрген ғой, енді ол бүкіл қаланы күлкіге, нұрға бөліп тастайтын құдіретіміз жоқ. Жағында нақтана Есейдің қуанышын нақты кейс ретінде көрсетеді де. Рахмет. Мақтап отырғанға иммунитетін көрсетіп отқан түрім ғой енді. Иә. Енді біз биыл 155 кітап шығардық Абай баспасында. Бұл енді мен одаққа келмей тұрып құрылған басып 2017 жылы. Сол кезде немен айналсам деген, мемлекет қызметтен кеткенде немен айналсам деген ойға келген кезде, мен құрылыспен айналысылмайтын білем, мен етіктік алмаймын. Тағы сол сияқты басқа салалар маған жат нәрсе болғаннан кейін, өзім кітап жазам, өзім кітап жақсы көріп оқимын мысалы. Көп кітап оқығаннан кейін мен енді осы кітаппен айналысып көрейін дедім. Бірақ мынандай сөз бар екен, кейін түсіндік оны. Бір орыстың баспагерінен естіген сөзім. Егер сен миллионер болғың келсе, баспа аш дейді. Бірақ ол үшін сен миллиардер болуың керек деп айтады. Сондықтан бұл өзі бір хобби сияқты не, бизнеске қарағанда. Менің үнеммен бала кезімнен өзі бір утопиялық идеялармен шауып жүретін адаммын өз ішімнен. Дон Кихотпын. Сол мына баспаны мен құрған кезде, егер бұны мемлекет жасамаса, жазушылар одағы жасамаса, мен жасап көрейінші деп ойладым. Сөйтіп авторлар жинап, ол туралы әңгіме айттым. Сіздер маған авторлық келісімшарт қол қоясыздар. Сіздерден бір тиын ақша шықпайды. Мен мемлекеттен бір тиын ақша алмаймын. Өзім инвестор табам, кредит алам, басқа қылам. Бірақ осы кітаптарын шығарамын да сатам. Промоушн жасаймын елдің ішіне. Содан қанша ақша түседі, соның роялтиін аласын. Мен өзім жаңағы баспамның өмір сүруіне қажетті, тіршілікке қажетті ақшамды алам. Оның 70% баспаханаға кетеді. Менде типография жоқ. Налогым бар, басқа бар. Соның бәрін шамамен есептеп, өзімше бизнес план құрып, кірісіп кеткен шаруам. Менің қуанышыма орай, енді көп ақын жазушылар әрі мен танығаннан кейін маған сеніп тапсырды өзінің шығармаларын. Мен ондай сенімді алып алғаннан кейін енді артқа шегіне алмадым. Сөйтіп, оны әдемі 155 кітап шығардық. Оны біз енді әртүрлі мекемелерге де сатамыз, рынокқа да шығарамыз, Каспий арқылы басқа. Бізде енді қызығы қазір кітап оқу бумы байқалады.
Саған ол байқалам білмеймін енді. Бар. Иә, қазір жастар өте көп кітап оқиды, және кітап көп сұрайды. Мен сол тенденцияны нарықтағы байқап қалдым да, осыған сәйкес осыны жасауға болады ғой деп ойладым. Сұранысқа ұсыныс беріп жатыр. Иә, сұранысқа ұсыныс бердім енді. Ол жалғыз мен емес, қазір көптеген баспалар пайда болып жатыр. Ол да сұраныс болмаса бекер құрылмайды. Сондықтан бұл шаруа жайлап жүре бастады. Енді дөңгеленіп кетіп бір керемет болған ештеңесі жоқ. Бірақ биылдағы 3 айдағы істеген жұмысымыздың арқасында біз 60-ға жуық адамға қаламақы төледік. Әр түрлі деңгейде енді. Біреу енді білмеймін 500 мың алды, біреу 16 мың теңге алып қалды, біреу 180 мың алып қалды деген сияқты. Ол кітаптың танымалдығына, автордың танымалдығына әсер етті. Оның үстіне енді бұл жерде айтуға келмес, бірақ қайтыс болған біздің ақын жазушылардың да гонорарын төлеймін. Ол әділеттілік принципі бұзылмау керек. Ол енді садақа түрінде, басқа түрінде біз оны да жасап жатырмыз. Ол істеуге болатын мен өзім дәлелдегім келді. Өзіме дәлелдегім келді. Сосын көрсеткім келді. Өйткені мен болмаған балшақ деген кітабыммен өзім сол жол жүріп өттім. Мысалы үшін қазір тек қана ресми шығарылым 30 мың данамен тарады. Бұл енді театрда сахналанып жатыр, керемет аншылық. Иә, біздің нарықта ол жақсы көрсеткіш негізі. Оның үстіне ол пиратский версиялар көп. Телеграмда таратылып жатыр, оны айтпаған кезде мен өзім шығарған 30 мың дана шықты. Ол біздің былайша отбасымды асырап отырған кітап қазір. Және ол мен баспамның белгілі бір деңгейде жұмыс істеп кетуіне де көмектескен. Иә, ол енді болмаған болса 30 мыңды 5 мың теңгеден есептесең, мен баспамды да осы кітаптың арқасында құрып жұмыс істеттім. Өйткені ол жерде қызмет ететін дизайнер бар, верстальщик бар, басқа да вспомогательный енді 10 адамдай жұмыс істейтін адам бар ғой, мысалы. Сол себептен енді бәрі де бизнес болудан шығыны болады. Соның бәрін ең алғашында мен болмаған балашақтан түскен қаражатпен бастадым, мысалы. Мемлекеттен ақша алмадым деген сөз. Одан инвесторлар да пайда болды. Мен оларға дәлдеп бердім, өзім достарым, мынандай болады. Олар да айтты, кім кітапты оқиды? Мен айттым, кітапты оқымаса болмаған балашақ олай сатылмайтын еді. Ол менің тағдырым қызықтығынан емес. Ол нарыққа дұрыс бере алды да. Енді әлбетте ол ең бірінші Алла тағала көмектесті маған. Но екіншіден мен оны енді тұсаукесерін өткізгім келді, әлеуметтік желіде саттым, басқа қылдым, сөйттім, бүйттім. Ол енді өзі жүріп кетті, сондай шығарма болды, жолы болған шығарма болды. Соны көрген ақын жазушылар маған сенді ғой. Сосын мен айттым, мен енді қазір бұны Қазақстан ішінде сіздердің кітаптарыңызды таратып берем, сосын оны Амазонға шығарам. Одан мен оны iOS-қа шығарам, Play Market-ке шығарам, Bookbarner'ге шығарам, аудио книга шығарам ағылшын тілінде. Ол маған айта алмайды, Ақберен, не деген қияли едің сен? Олай болмайды ол. Ол жазушылар одағы ғана істей алады. Ол мемлекет министрліктің істейтін шаруасы ғой деп айта алмайды. Өйткені мен болмаған балшақ солай істедім. Бір жыл Америка құрама штаттарының баспасымен жұмыс істеп отырып, оны істедім, оны жарияладым, мен көрген шығарсың. Амазонда да бәрінде тұр қазір, сатылып жатыр. Ал ол жақта рынок ол үлкен ғой. Мысалы үшін сіздің бір кітабыңызды 100 мың адам алатын болса, $10 қанша болады ол? 1 миллион болады. $1 миллион болады. Бұл қазақ жазушының миына кіріп шықпаған нәрсе ғой. Сенің $10-дан 100 мың адам алса, 1 миллион адам алса, әлем бойынша 1 миллион адам алатын жер не болыпты? Биыл 100 мың адам алсыншы, $1 миллион бар адам ештеңеден тәуелсіз болады. Ол әлемді аралайды, ол жаңа шығармалар жазады. Оған ол мотивация болады. Ол жаңа шығармалар жазып, соның әлгі немесіне әдеби лихорадкасына кіріп кетеді, баяғы золотая лихорадка деген сияқты. Істеуге болады ғой. Мемлекет істеуге болады ғой. Соны дәлелдегім келгеннен кейін, осы нәрсені өзім жүріп өткеннен кейін Абай баспасы осылай істейді. Маған сенесіздер ме? Мен Қазақстанның нарығында кітабын сатып, белгілі бір көрсеткіш көрсеткен автормын, және менеджермін деп айтуға болады. Және қазір ақш-та шыққан кітаптар бүкіл ағылшын тілді платформалардың бәріне жариялап тастадым. Тексерсеңіз болады, бәрі интернетте тұр. Оны көрсеттім және. Сосын әлбетте маған сенеді, істейік дейді. Енді мен қазір 200-ге жуық автордың келісімшартын жинап алдым. Ол бір Ақберенді жасау жеңіл болады, бірақ бәрін істеу. Ол ауыр болады, бірақ соған сәйкес түсінде дұрыс болады ма, соған енді менеджерлер де жалдайсыз. Қарапайым нәрсе ол механизм деген. Бұл жазушылар одағының жұмысы негізі. Жалпы жаңа айтып қалдың, Алла тағаланың арқасы деп. Құдайға деген сеніміңіз қандай?
иман келтірген адаммын, альхамдулиллах мұсылманмын. Мен просто сұрап жатқан себебім, Қайрат Жолдыбайдың әдемі бір постын оқыдым да, сол жерде жаңағы сүйікті етші дейтін әнді мен Ақберенге хабарластым, мынау Құдай туралы ән ғой деп. Сен оны қалай біліп қойдың деп жауап берді дейді. Енді просто осы мен де басында бір қызға деген бір ғашықтықтан айтылған ән өлең екен деп ойладық. Енді керемет күшті ән ғой енді. Қызға жанымды алшы деп айтпайсың. Соншама ғашық емес шығарсың енді. Бір енді мәжнүндер көп қой енді. Мен сосын осыны өз аузыңыздан естейінші, жалпы сүйікті етшіге не әсер етті, және бұл Құдай тағалаға қатысты, соның дәргейіне қатысты шығарма дегенді оқыған кезде мен кәдімгідей сізді олайынша сізді мойындадым ғой. Рахмет. Бұл біріншіден сопылық поэзияның сарыны бұл. Біздің бүкіл Абай бата сұраған жеті шайырлардың бәрі мен сүйіктім деп жүрген ол әйел адам емес ол. Ол Құдайға арналған махаббат. Кімнің Шәкәрімнің менің жарым қыз емес, хақиқаттың шын нұры деп айтатын сол. Бұл сопылық поэзияда жаңалық емес, ол бұл сопылық поэзиядағы негізгі лейтмотив бүкіл жаңағы махаббат Құдайға арналады. Ол солай сөйтіп жазғанда. Сондықтан мен жаңалық ашқан жоқ, мен бұны мысалы үшін көгімді менің биікте етші, кеудеден кетсін күйік мұң, мына әлем сүйіктім деген Құдайға арналып тұр. Ешқандай әйел бұл әлемнің көгін биіктете алмайды, ішіндегі күйікті шығара алмайды ғой, енді ол белгілі нәрсе ғой. Ол мені жаратқан Құдайдың ғана қолынан келетін нәрсе. Мына әлемді мен қашан сүйікті көремін? Егер мен мағрифат деңгейіне көтеріліп, мына дүниенің бүкіл жаратылысына таңғалып, Алла тағаланың сондай шебер екеніне құрметім артып, сосын оны көруге, оны дидар талап қылуға махаббатым артқан кезде ғана бұл әлем маған сүйікті болады ғой. Жалған дүниенің өзі. Сондықтан ол солай түсті. Мен өзі қызық, өзім былай енді ақымын ғой деп жазған өлеңдердің көбісі өтпейді, Құдай берген өлеңдер өтеді менде. Енді бұл қазір енді Құдайдың маған берген бағы, кейін ол әнге айналып таралып кетті ғой. Егер ол поэзия ретінде шығатын болса, көп олай білінбес еді. Енді Қайрат Жолдыбай, Қайрекең біз отбасылық достарымыз. Маған хабарласып тұр. Түні бойы Мейрамбектің айтылған әнін тыңдап шықтым. Бұл әннің сөзін кім жазды? Бұл әннің сөзі Құдайға арналған ғой. Мынау ақын тегін емес, бірдеңе деп айтып жатыр. Мен рахмет Қайреке деп қоямын. Тоқтамайды. Айтып жатыр рахмет. Енді ана алдынан ұшқан көбелекті айтты. Ол Құранда осылай бүкіл жер жүзі жаңағы Алланы зікір етіп тұрады, Алланың бар екенін білдіріп тұрады, соған хамд айтып тұрады деген сияқты мағыналарды айтып жатты. Ара дей ма, сондай бір сүрелерді аяттарды түсетін дін маманы ғой. Мен рахмет деп қоямын, мен маған айтып жатыр деп ойлап тұрмын. Бұның авторы кім деп сұрайды ғой. Енді бір білсе, бұны Ақберен досым біледі ғой. Осының авторын тауып берші, телефонын жіберші, мен звондап рахмет етейін дейді. Түсінбей қалсың ғой енді. Соны айттым. Сіз автормен сөйлесіп тұрсыз. Қайреке бағаның бері сол автормен сөйлесіп тұрсыз ғой десем. 6 секундтық пауза болды кәдімгі. Мхатовская пауза дейді ғой. Түсінбей қалды Қайреке. Шок алды сіз жаздыңыз ба дейді. Я, мен жаздым ғой. Қызықсыз ба? Титрде жазылып тұр ғой, соған да қарамаған ғой. Бізде көп жағдай сол ән тыңдау мәдениетін Қайратқа байланысты айтып отырған жоқ. Жалпы біз оның сөзін кім жазды, әнін кім жазды деп қарамаймыз ғой. Мейрамбектің әнін дей саламыз ғой. Мейрамбек жазған сияқты болып көрінеді. Оның тарихы сондай. Енді одан кейін поэзия формасында дейікші, Арлу, Дәруіш, бейтаныс, айнадағы бейтаныс монологы, сол сияқты алаяқ дүние деген сияқты біраз өлеңдерім, олар өте жақсы таралды мына оқылым жағынан. Мен сол кезде өзім көзім жеткені, біздің қазақтың генінен, біздің тегімізден, жалпы болмысымыздан мына сопылық деген дүниен кетпегенін байқадым. Және соған сағыныш бар екен байқадым. Біз енді анау деструктивтік, агрессивтік, радикалдық дүниені қабылдамайтынымыздың, жалпы қазақ өте гуманист халық екен, жүрегіміз жұмсақ екен, мейірімді екен. Біз әлі Құдайды жақсы көретініміздің белгісін байқадым сол өлеңдерде. Сүйікті етшін былай қойған кезде айтып отырмын. Бұл маған үлкен қуаныш сыйлады, өйткені мен бәрі де мен де ойлап жүретінмін. Қазақ не болып кетті?
кешегісін ұмытты, дәстүрін ұмытты, тарихын ұмытты, қайда кетіп бара жатырмыз, рухани азғындап кеттік қой деп. Жоқ, біздің ішімізде әлі Құдайға деген махаббат бар. Ол менің өлеңдерім оққаннан ғана емес, ол бір белгісі ғана болды өзіме. Өйткені көп адам жазды мұны. Біз сопылық деген дүниені ұмытып бара жатырмыз. Біз сопымыз, сопымыз деген не? Оны қазір таратсам ұзақ болып кетеді. Жалпы осы ата-бабаларымыздың дәстүрі, ата-бабаларымыз жүріп өткен жолы осы ғой бізге керек деп. Сырттан ештеңе таңудың қажеті жоқ деп айтады. Сөйтіп көп жазды. Содан мен өзім бұл тағы да әдебиеттің бір құдіреті айталық. Керек емес деп жүрген адамдарға жауап болсын. Бұл адам жүрегін жұмсартады, адам ішкі дүниесін көркейтеді. Бұл адамның жүрегін Құдайға қарататын бір сала ғой. Әдебиет деген өзі ақын деген сөзден шыққан айталық. Ол да діни статус мысалы. Хафиздер, абайлардың бәрі, олар хакімдер, олар тек қана поэзияның формасын ақпаратты жеткізуші ретінде, құрал ретінде ғана пайдаланады. Олар әулие адамдар ғой бәрі. Ол біздің түсінігіміздегі ақындар емес. Же шығып кеткен тіркеуге барақ ішіп жүрген, ондай емес. Ол ең бірінші рух аристократы. Ол ішкі мына көркем сөздің сұлтаны. Абайдың сөзі бар. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерден ас дейді. Ол өлең мен сөздің ортасына дефис қоймау керек. Өлең сөздің патшасы, жаңағы қиыннан қиыстырып отырған ерден ас ол. Сөздің патшасы деп отыр ақында. А сөздің патшасы ол ішкі жан дүниесі өте көркем адам болады. Сондықтан әдебиет бізге керек емес, жазушылар одан керек емес деген адамдар ойлансын осыны естігеннен кейін. Ана крейсер сонатасында бар ғой. 13-ші ғасырда ма? Бір ғасыр бүткіл адамзат азғындатып отқан осы музыканы алып тастайық дейді. Керісінше бүткіл зұлымдықтың бәрі содан кейін жер бетіне шықты дейді ғой. Сол сияқты әдебиетті де біз алып тастайтын болсақ, керісінше құрдымға кетеміз. Бізде енді қараңыз. Бірді айтып бірге кетіп жатырмыз, негізі осы туралы айтуымыз керек еді біз. Одақты қойшы, одақтың басында дау болмайды. Міне. Енді ол бізге түрткі болды осы. Түрткі болды, мейлі, жақсы. Енді ол сенің өзің сұхбат алу нең ғой, әдістемен ғой. Неге Құдай 7 нотаны жаратты? Ештеңені босқа жаратпады хакім Алла. 7 нотадан шексіз миллиардтаған, шексіз триллиондаған комбинациялар арқылы керемет музыкалар шығады. Біреулер келеді домбыра харам дейді онда. Онда сен Алланың хикметіне қарсы шығып тұрсың ғой, музыканы жаратқан, дыбыстар жаратқан. Ал жарайды сол домбыра сияқты уд деген арабта не жоқ па? Аспап жоқ па? Тура домбыра сияқты аспап бар ғой. Домбыра екен деп ойлап қалдым мен де. Уд деп аталады сол. Бізде сыбызғы болса, оларда най бар. Бізде жетіген болса, оларда неме дейді, кідан басылатын бір немене бар, сондай аспап бар. Бұл надандық қой енді, бұл таза. Әлбетте, пайғамбарымыз саллаллаху сөзі бар, ол егерде бір әуен жын ойнақ болып адамды аздыратын болса, оны тыңдауға болмайды. Біздің қазақтың қай күйі адамды азғырады? Ойландырмай ма? Қазақта сөз бар, күйді тыңдамайды, күйді көреді деген сөз бар. Күйді тыңдап отырған адам сол жердегі оқиғаны көреді, сол жердегі бояуларды көреді, сол жердегі адамның қасіретін көреді, я қуанышын көреді, мұңын, ойын, дүниетанымын түсінеді. Сонда қалай домбыра харам болу керек екен? Домбыраны харам деген адам өзі харам. Бұл домбыра қазақтың жаны. Қобыз да солай. Мысал үшін Алла тағала Құранда өзі айтады, әрқайсысын жаңағы сендерді әртүрлі ұлт қылып жараттық, бір-бірлерін танып жүрсін деп. Бір-бірінен үйреніп жүрсін деген сөз тұр ар жағында, мысалы. Сонда Алла тағала бұлардың бәріне тіл бермейін, бұлардың бәріне музыка бермейін, мәдениет болмасын, салт дәстүр болмасын, тарих болмасын дейтін болса, ол қандай шебер Құдай ол? Біздің музыкамыз, біздің домбырамыз бар болғаннан кейін біз шетелге барып қазақ екенімізді танытамыз. Біздің сөзімізді тыңдамайды ешкім. Түсінбейді біздің сөзін. Музыканың тілін түсінеді. Өйткені бұл әлемдік құндылық. Әдебиетті аударсаң, ол жердегі кішкентай адамның тіршілігі, ол барлық адамға оның сезімі, махаббаты, толғанысы, ішкі қайшылықтары, антагонист пен жаңағы соғыстар, басқалар, ол барлық адамға ортақ құндылық қой. Мысалы үшін Әбіш Кекілбаевтың кез келген кейіпкерін алда әлемнің тура сондай кейіпкер табасың.
тура сөйтіп ойлайтын, солай ғашық болатын, төбелесетін, өлетін, қырылатын, қайғыратын барлық сезімдерді Әбіш қалай береді, оны Моян да береді. Мен бағана айтып отырғаным сол ғой. Бір боксерден бір боксердің артықшылық, екеуінің екі қолы бар. Техникалар әртүрлі болуы мүмкін, жаттықтырушылар әртүрлі болуы мүмкін, бірақ жалпы Құдай берген стартовый мүмкіндіктер бірдей. Сол себептен бізде мәдениетті көп жағдайда бізге масқара болған кезде Европаны таңғысы келеді. Мен айтпаймын, бізден скрипачтар шықпайды деп. Бізден пианистер шықпайды деп айтпаймын. Шығады, асып кетеді. Бірақ ол бәрібір де пианиноны ойлап тапқан Европаның, не болмаса скрипканың жанын түсінбейді ол. Оның жаны, ішкі құрылымы тек қобызбен домбырада ашылады ол музыканттың. Біздің бір скрипач апайымыз президентке айтыпты, естідім. Мына консерваторияда ана жүргенді бәрі домбыра болып кетті дейді. Не сұмдық мынау деген ғой. Проблема көтерген ғой. Сонда естідім мен, сонда енді ұзын құлақтан жетті ғой, өтірік басыма өлмеймін, қастадырып тұрған жоқ. Ол не сөз? Көке, бізде консерваторияда домбыра болмағанда не болу керек? Сен қуан консерваторияны жаңағы домбыраны жақсы тарта алатын адам ректор отырғанда қуанбайсың ба? Біздің өйткені әлемге беретін нәрсеміз не, ол домбыра ғой. Енді басқа жоқ деп айтпайын, тек енді негізгіні айтып отырмын ғой. Онымен сен классиканы ойнап жатыр қазір неше түрлі. Қазір керек болса қандай жапонның қандай музыкасын, арабтың музыкасын ойнап бере салады. Универсальный нәрсе бол домбыра деген. Соны айтудың өзінде қандай деңгей болу керек адамда. Консерваторияның бәрі домбыра оқиды. Все домбристы деп. Бізде басқа не болу керек? Бізде все пианисты болу керек па? Бәрі скрипач болу керек па? Сен Европаға бар скрипка тартып, ешкім таң алмайсың. Саған біреу домбыраның техникасын керемет меңгеріп, Европадан келіп сахна ойнаса, сен бәрі түсініп отырасың, что ол домбыраның жанын түсінбейді. Сондай нәрсе ол. Сондықтан біздің мәдениет қалай болғанда да біздің дәстүрлі дүниемізге негізделу керек. Сырттан ештеңе таңудың қажеті жоқ, ол бізге жабыспайды бәрібір. Сіз Иманғали Тасмағамбетовтің қасында көп жүрдіңіз. Жалпы қандай қасиеттерін өзіңізге сіңіре алдыңыз? Мен өкісінің қасында енді көп жүрдім деп айта алмаймын. Қызметтес болдым Алматы Астана қаласының әкімшілігінде. Біз енді бірақ төменгі деңгейдегі қызметкер болдық. Кабинетіне көп кірмейтінбіз. Бірақ өкісінің біраз сөздерін жазған бар. Ол өз керемет шешен адам, тек тезистерін берсем болды, ол арай қосып өзді алып кетеді. Мен өз еңбегімде былай еліктеп жүрген кездерімде болатын. Ол кісінің өте шұғыл, шалт қимылдап, шаруаны тез шешетін жақсы көрем. Малтасын езіп жүретін бір еркектер болады, жыным келеді соған. Тупит етіп, ол қалай, оң ойлап, біргесі бүйтіп жүрмейді. Тез шешім қабылдайды, тез бірінші мәселені түсініп қояды, өте сұңғыл адам ғой. И мәселені тез шешеді. Соны мен сол кісіден үйрендім деп есептеймін. Сосын әлбетте ол кісінің ұлтты жақсы көретін, жан дүниесін керемет құрметтеймін, жақсы көремін. О жағынан осы мемлекеттік қызметте жүрген кез келген шенеунік еңбегіне еліктесе деп ойлаймын. Зиялы қауымның дүниесін өте жақсы білді. Біздің тарихты өте жақсы түсінеді. Соған байланысты қаншама жәдігерлерді мысалы үшін жинап жүрді. Кезіндегі Өзбекәлі Жәнібек ағамыз сияқты мысалы. Керек болса, мысалы үшін осы қазақтың біраз жоғын түгендегі ол кісінің еңбек етті. Қалай сыйламайсың ондай адам? Мен оның саяси мәселесін шығаруым жоқ. Назарбаевтың өні болдым, анау мынау деп айтты, ол қалай айтпайсың ол заманда? Ол заманда бәрі айтты ғой. Кейбір нәрселерді айтқысы келмейтін нәрселерді. Бірақ қалай болғанда да ол халықтың жүрегінен орын алған тұлға, біздің жүрегімізден де орын алған тұлға. Енді тек сол сыртқы көріністе, әкімшілікте жұмыс істеп жүрген кездегі бір жиналыстарда естіп қалған нәрселер, публикаға шығып қалған нәрселерді еститінбіз. Соның ішкі құрметім арта түсетін. Қойсаңдаршы, олай емес, былай істеу керек қой, сендер қазақты ойлайсыңдар ма, жоқ па деген сыңайдағы айтылған, өзің қол астындағы адамдарға айтылған сөздерді естіп жатқан кезде қуанып жүретінбіз ішімізден, осындай бір адам бар ғой деп. Енді соның халықтың жүрегінен орын алған тұлға екенін біліп, Ресей Федерациясы келесі кандидат ретінде дайындап жатқан сияқты.
жалпы патшаны Алла қояды негізі, менің ұғымымда. Детерминистік ой емес па? Бұл детерминистік ой емес па? Яғни бәрін тағдырға, Аллаға дәргейіне қойып, халық өзі таңдамайды. Мен енді Аллаға иман келтірген адам ретінде детерминист бола қалайын, бірақ бәрі Алланың қалауымен болады. Ештеңе. Әсіресе бір ұлттың үлкен басшысының мәселесін Путин шешпейді оны. Сондықтан мен ол қазір біз әртүрлі конспирологиялық теорияларды дамытып айта беруімізге болады. Егер оның тағдырына жазылып тұрса, осы қазақты басқаруға ол келеді. Жазылып тұрмаса, қара қосып айтқандай, өкінішке орай. Өкінішке орай. Жалпы біздің әдебиеттегі 90-шы жылдардағы біздің мешкей проблемалар, адамда тойымсыздық, ашкөздік, сол проблемаларды Тынымбай Нұрмағамбетовтер, басқалар көтерді. Дәл қазіргі осы жаңа дәуірдегі біздің әдебиет қандай жүктерді, не жаңалығымен келіп жатыр, сіздің байқауыңыздағы қандай ерекшелік бар, жанрлық ерекшеліктер ме екен? Жалпы мына біздің буыннан бір басталған, келіспей басталған дейікші, ол саналы түрде жасалмайды ғой. Өйткені әр жерден оның үстіне жаңағы шет елдерден келген қазақтар бар, мысалы үшін бір топтасқан бір буын келісіп алғанда мүлдем басқа бір тақырыпта жаздық. Бұның бәрі енді біздің әдеби процесте болуға тиіс нәрсе болатын. Біз жазбасақ, басқа біреулер жазатын. Бұл психоанализ мәселесі. Өйткені біз тәуелсіздік алғаннан кейін, бір 9 жылдан кейін былайша айтқанда әдебиет келген адамдарымыз ғой. Бұл ұлттық самоидентификация жүріп жатты жалпы қоғамда. Біз өз-өзіміз танып жатырмыз. Біз жалпы кімбіз мына әлемде? Қазақ ретінде емес, адам ретінде деген бір тенденция басталды, сол әлі жалғасып жатыр. Қазір жастарда, мысалы үшін, жастардың көбісінде бір саяси ноткалар да пайда болды қазір шығармаларында. Бояулар дейікші, реңктер пайда болды. Ол қуантады, өйткені әдебиет қалай болғанда да қоғаммен бірге бір тыныс тіршілігінде өмір сүру керек. Жалпы басымдық бұл ішке үңілу. Біз өз кімбіз? Ұлт ретінде емес, адам ретінде кімбіз? Біз осы жалпы шексіздік әлеміндегі орнымыз қандай? Біздің жанымыз қайдан келген? Мына жүректі мотор ғой, осын кім оталдырып берді? Бұл неғып тоқтамайды? Ұйықтасақ та, оянсақ та деген сияқты көптеген жалпы адамзаттық сұрақтар біздің бойымызда жүр. Бұдан үлкен үміт күтуге болады. Өйткені бұл үлкен әлемдік деңгейдегі шығармалардың жазуына алып келеді. Біз жаза алмауымыз мүмкін, бірақ болашақтағы осы тенденция, осы мектеп жақсы дамитын болса, ауыл сағынған өлеңдер тоқтайтын болса, айталық, өмір бақи ғашық болатын ақындардың дәурені тоқтайтын болса, онда біз әлемдік деңгейдегі жақсы шығармалар жазатын ұлтқа айналамыз деп сенемін. Сондықтан осындай тенденция бар қазір. Бір ауыз жалпылама айтқанда, енді ары бөле беруге болады. Мистикалық шығармалар көбі жазылып кетті деген сияқты, фэнтези көбі жазылып жатыр. Жаңағы биылдың өзі шыққан 3 роман, біреу Сиам егіздер туралы жазып жатыр, біреу жаңағы Шаңырақ оқиғасы деген сияқты сөйтіп жазып жатыр ғой. Ол солай шығады, ол әдебиеттің эволюциясы. Кейде мынандай болады, әдебиетте 10 жыл, 20 жыл демалыс болады. Ешкім келмей қояды. Бір мықты жазушы келмей қояды, сондай болып жатыр. Кейде плеяда келеді, сұмдық. Бірінен бірі асып, осы сұмдық, бәсеке болып, солар әдебиет көтереді. Кейде тып-тыныш болып қалады. Өмір сияқты ғой енді. Үнемі өнім беріп тұратын завод емес ол. Ол бір адамды күтеді, бір әдебиет керек болса, белгілі бір кезең бір ұлы жазушының келуге дайындайды қоғамды. Әртүрлі тақырыптар жазып кетеді, сосын ана келеді, сосын бәрін синтездеп, бұрқ еткізіп бір шығарма береді. Сосын Димаш сияқты ұшады әлемде. Иншалла солай болсын. Рахмет, онда осы нотада біздің бүгін сұхбатымызды аяқтайық. Жалпы қазақ әдебиеті үлкен бір туннелде келе жатыр, бір жарық сәулесі бар. Бір жарып шығатындай, бір пойызбенен, үлкен лек-легіменен, эшелондарменен шығатындай бір үкілі үміті бар ғой жалпы. Соны жарып шығатын күнге жетейік. Осы бүгінгі әдебиет турасында қазіргі біздің жазушыларымыздың арасындағы текетірес бар, басқасы бар. Осы туралы керемет сұхбатыңыз үшін сізге алғыс айтамыз. Келіскеніңіз үшін сізге мыңда бір рахмет. Рахмет.